Сәлеметсіздер ме 11 сынып оқушылары? Толқындық оптика бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың жалпы нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар қажет болса каналында басқа да нұсқалары бар, каналға өтіп қажетті нұсқаны қарасаңдар болады. Оқушылар, бұл БЖВ-да 4 тапсырма беріледі және жалпы балл саны 18-ге тең. Ал енді бірінші тапсырмасы механикалық толқын мен жарық толқындарының интерференциясын салыстырыңыз. Механикалық толқын интерференциясының шарттары және қолданылуы, жарық толқынының интерференциясының шарттары және қолданылуы. Механикалық толқындар интерференциясының шарттары: толқындар бір ортада таралуы керек, толқындардың жиілігі бірдей болуы және фазалары үйлесімді болуы керек. Ал қолданылуы музыкада, инженерияда және гидродинамикада. Жарық толқындарының интерференциясының шарттары: толқындар когерентті болуы керек, жарық толқындары бірдей толқын ұзындығында болуы қажет, ал қолданылуы оптикалық құрылғыларда, нанотехнологияда және астрономияда. Келесі екінші тапсырмасы: сынау көрсеткіші 1,2 болатын қабықшаға нормаль бағытпен түсетін толқын ұзындығы 550 нанометр жарық үшін шағылудың интерференциялық минимумы пайда болатын минимал қалыңдығын анықтаңыз. Оқушылар, ең алдымен ХБЖ-ға келтіреміз. Нанода 9 дәреже бар, яғни -9 дәреже бар. 550 көбейтілген оның -9 дәрежесі метр болады. Енді бізге табу керек қалыңдықты. Ол үшін толқын ұзындығын бөлеміз 2 еселенген сынау көрсеткішіне. Екіні көбейтеміз. Сынау көрсеткіші бізде 1,2-ге тең. Сонда біз 550-ді бөлеміз 2,4-ге, сонда тең болады 229-ға. Оған көбейтеміз оның -9 дәрежесін. Сонда бұны 229 нанометр деп алсақ болады. Келесі үшінші тапсырмада оқушы зерттеу жұмысы кезінде 1 мм-де 120 сызықшасы бар дифракциялық торға монохроматты жарық түсірген. Оқушылар, мінекей мұндағы суретке қараймыз. Бірінші ретте екі спектр арасы 76 см, яғни мынау аралық бізде 76 см. Дифракциялық тордан экранға дейінгі ара қашықтық 165 см-ге тең. А тапсырмасы: дифракциялық тордың периодын анықтаңыз. Ал бұда дифракциялық торға келіп түскен монохроматты жарықтың толқын ұзындығын анықтаңыз. Оқушылар, ең алдымен ХБЖ-ға келтіреміз. 0,176 метр деп аламыз. Онда 1,165 метр болады. А тапсырмасы бойынша дифракциялық тордың периодын анықтаймыз. Яғни д-ны табамыз, ол үшін 1-ді бөлеміз n-ге. 1 мм 120 сызықшаға бөлінген екен. 1 мм-ді 1 көбейтілген оны -3 дәрежесі метр деп аламыз. Оны бөлеміз 120-ға. Сонда ол тең болады 8,33 көбейтілген оның -6 дәрежесі метрге. Енді келесі Б тапсырмасы бойынша толқын ұзындығын есептейміз. Ол үшін дифракциялық тордың негізгі теңдеуін қолданамыз. Д көбейтілген синус фи тең болады К көбейтілген лямбдаға. Мұнда оқушылар бізде бірінші ретті екі спектр арасы деп тұр. Мұнда бізде К тең болады 1-ге деп аламыз. Енді сонда біз толқын ұзындығын табу үшін д-ны көбейтеді екенбіз синус фиге. Мұнда бізде синус фи тең болады тангенске. Ал мұндағы тангенсті табу үшін x-ті бөлеміз 2-ге, одан шыққан санды бөлеміз l-ге. X бізде 0,176 бөлеміз 2-ге, шыққан санды бөлеміз 1,165-ге. Сонда ол тең болады 0,10 2303-ге. Енді толқын ұзындығын есептейтін болсақ, д бізде мінеки 8,133 көбейтеміз 0,2303-ге.
10.000-нан 2303-ке. Сонда тең болады 1918 көбейтілген 10-ның -9 дәрежесіне. Бұны біз 1918 нанометр деп алсақ болады. Келесі төртінші тапсырмасы жарықтың қасиеттерін атаңыз. Ал бысында жарықтың қандай негізгі үш қасиеті арқылы оның электромагнитті толқын екенін дәлелдеуге болады. Жарықтың қасиеттерін атайтын болсақ, жарық біртекті ортада түзу сызықпен таралады. Жарық бір бетке түскенде оның белгілі бір бұрышпен кері шағылуы, жарық бір ортадан екінші ортаға өткенде оның таралу бағыты өзгереді. Келесі қасиеттері жарық тарс саңылаудан өткенде ол иіліп таралады. Бұл оқушылар дифракциясы. Екі немесе бірнеше жарық толқыны қабаттасқанда күшейту немесе әлсірету байқалады. Бұл жарықтың интерференциясы жарық толқын ұзындығына байланысты әртүрлі бұрыштарға сынады. Бұл жарықтың дисперсиясы. Оқушылар, сендер жарықтың қасиеттерін тағы да толықтырып атап жазып кетсеңдер де болады. Келесі Б тапсырмасында жарықтың қандай негізгі үш қасиеті арқылы оның электромагнитті толқын екенін дәлелдеуге болады деген екен. Бірінші қасиеті жарықтың дифракциясы, интерференциясы және дисперсиясы бұл толқындық қасиеттердің айқын көрінісі. Келесі қасиеті жарық поляризациялануы электромагниттік толқындар үшін маңызды қасиет. Енді келесі жарықтың вакуумдағы таралу жылдамдығы тұрақты болғандықтан ол электромагниттік толқынның қасиеттеріне сай келеді. Мінекей оқушылар, берілген 4 тапсырманы толық талдап түсіндіріп өттім. Түсінбеген сұрақтарың болса пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Каналға жазылуды лайк басып, жеке өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.